Сәлем достар, бүгін біз осындай жаңа жылдық ойлар істейтін боламыз. Ол үшін бізге осындай дәптер немесе альбом керек болады, карандаш керек болады және қайшы керек болады. Біз осы дәптердің 2 парағын ап аламыз. Міне 2 парағын ап алдық және осыны 3 бұрыш қылып істеп аламыз. Міне осылай тек істеп аламыз. Сөйтіп, артық жағын кесіп аламыз. Ол үшін абайлап кесу керек. Қолдарыңызды жарақаттап алуыңыз мүмкін. Осылай кесіп аламыз. Және ашамызда тағы 3 бұрыш қылып аламыз. Тағы 3 бұрыш қыламыз, оны 3 рет бүктейтін боламыз. 3 бұрыш қылып, міне тағы 1 рет бүктейміз. Егер сіздерде артық жақтары болып қалса, алып тастайсыздар. Сөйтіп, 3 бұрышын бүйтіп қырқып аламыз. Тек қана 3 бұрышын бәрін қырқып тастасаңыздар болмай қалады. Сөйтіп, кемпір қозақ сақты 2 сызып бүйтіп сызып шығамыз. Міне. Міне осылай сызып шығатын боламыз. Және осыны қырқып алатын боламыз. Мынау домалақтың бәрін кеспейміз. Қазір сіздерге көрсетемін қалай кесетінін. Міне осылай тек қана кішкентай қылып кесіп аласыздар. Осыны бүйтіп мына жағынан ашасыздар. Міне. Үстіп ашсаңыздар, осындай әдемі ою-өрнек шығады. Сіздермен болған Әуелбек Амина Нұртайқызы. Маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Міне осындай өрнек шықты.